Бір жігіт болған. Ол Канзастағы газетте жұмыс істейтін. Бір күні оны жұмыстан шығарып жібереді. Бастық оған сенде ешқандай шығармашылық қабілет жоқ. Ал газетке ондай адамдар керек емес деген желеуін айтады. Ал ол онсыз да жоқшылықтың қамытында болатын. Бұл оған ауыр соққы болды. Бірақ ол өзінің кім екенін білетін. Тіпті ол өзін шығармашылық адаммын деп те есептейді. Ол сурет салғанды жақсы көретін, жануарларды, кейіпкерлерді және мультфильмдерді. 1922-23 жылдары ол Канзас-Ситиде Лафограм атты студиясын ашады. Оның студиясы қысқа метражды мультфильмдер жасайтын, алайда клиенттердің тапшылығы банкрот болуына себепші болды. Ол дымсыз қалды, бірақ ол берілмеді. Ол әрі қарай жүрді, қайта тырысты, жаңа идеяларды іске асырмақ болды. 1927 жылы ол Universal студиясына мультфильм кейіпкері Освальд жолы болушы қоян атты жаңа идеясын ұсынды. Оларға оның идеясы қатынды. Бірақ кейін оны алдап кетті. Идеяны және командасының жартысынан көбін тартып алды да өзін ештеңесіз далада қалдырды. Былайша айтқанда оның бизнесін тартып алды. Ол ойлап тапқан кейіпкер енді басқа біреуге пайдасын алып келді. Қаншама еңбек, уақыт пен күш тағы да құр кетті. Тағы да жеңіліс. Бірақ ол тағы да орнында тұрды. Себебі оның арманы басына түскен қиындықтан күштірек болатын. Үмітсіздіктен де күштірек. Содан кейін бір идея келді. Тышқан. Барлығы тышқан ба? Бұл ақымақтық. Оны ешкім көрмейді, керісінше тышқандар адамдарды қорқытады. Бұл идеяңнан бас тартқаның жөн деді. Бірақ ол жоқ. Мен өз идеяма сенемін. Солай Микки Маус дүниеге келді. Ары қарай бәрімізге белгілі. Әлемге әйгілі Дисней империясы, миллиардтаған табыс, фильмдер, ойын-сауық саябақтары. Сол жігіт ол Дисней болатын. Кедейлік пен жоқшылықтан шығып, әлемдік империяны қалыптастырды. Сен және мен сияқты қарапайым жігіт. Оның ата-анасы бай болған жоқ. Оларда қаржылай қиындықтар болды. Ол бала кезден ауыр жұмыстарды істеп өсті. Алайда ештеңе қарамастан өз арманына қол жеткізді. Бұл құпия не? Бұл құпия табандылық, өзіңнің арманыңа тоқтаусыз жүру. Қандай қиындық болса да өз арманыңа қарай ұмтылу. Бірақ ал біз ше? Ал біз, менің ойымша, біз тым әлсізбіз. Бір қиындық келсе болды, бәрін тастап өз арманымыздан, мақсатымыздан бас тартамыз. Оңай жолды іздейміз. Ал біз арманымыздан, мақсатымыздан бас тартсақ, бізде не қалды, айтшы? Сонда біз не үшін өмір сүріп жатырмыз? Жұмыс үй болды ма? Мен сенің қандай жағдайда екеніңді білмеймін. Бірақ не болмасын өз арманыңнан бас тартпа. Барлықтарыңа сәттілік. Арнаға жазылып қолдап кет.